Акс, женшен келген кезде ше. Таптым ау сені деген өлеңді орындаш боп па? Болды. Плутон братан. Сіздің қызыңыз жоқ еді, негіз? Қаяқтан тауып алдыңыз? Дем арасында қызды? Ой, қазір Қазақстанда онлайн форматта некелесу мақсатында қауіпсіз танысу қызметі ашылған ғой. Сол жерден таптым. Онлайн болса, интернетте кәдімгі интернеттен тапқасы да. Интернеттен тапқасы ба? Ой, интернетте қайбір оңған қыз отырады дейсің? Массажист па біреу шығар онда? Мико, мен де басында солай ойлағам ше. Бұл жер кәдімгідей заңды түрде келісім шартпен үйлену мақсатында ғана жүзеге асады. Қош. В общем ше, қыздың тәніне емес, тегіне қарап. Денесіне емес, дініне қарап таңдайсың. Еще қандай жар керек, соны анкетаға жазасың. Сөйтесің де өзің қалаған жармен танысып отырасың ғой. Түр бермейсіз, братан, бізге қалай айтпай жүрсіз? Бұның бір несі құпия түрде ұстайды. Еш жерге жарияламайды. Сонда, братан, ана жерде кәдімгідей қыздар отыра ма? Қыздар ғой, основной қыздар ғой. Бірақ түштаң етіп қалған қыздар отпайды да. Өз теңімді тауып, отбасы құрсам, адал жар болсам деген ниеті тура қыздар отырады. Ниетіне дейін жазылып тұра ма сонда анкетасында? Сендер ойлағандай қыздар отпайды, о жерге тіркелмейді да. Өте жақсы қыздар отырады. Ойларына жаман ой чартпасаңдар, түсіндір ма? Адал жар болсам деген қыздар ғана отырады ғой жерде. Болды. Менің бір әпшем бар еді, братан. Тұрмысқа шықпаған, бірақ өте жақсы қыз ше. Сол әпшеге айтып көрем ау деймін, может тұрмысқа шығып кетеді, Кел женшелер. Алаң боп жаным жүредім, соғатын ауыр жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп, армандарыма үмітте баяғы, таусылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде, таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім, таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Брат, жалғыз кетесің ба? Өкінбесең трактор едет к нам. Сөйлеп, менен қашып құтыламын деп ойладым ба сен? Қарашы, Құдайдың өз алдына келіп тастадың. Менен ешқайда қашып құтыла алмайсың. Сен менің жемтігім боласың. Ауруханадасыз? Шеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Қазір ағам шақырып келем. Жылысың ба сен? Больницада болсың, врач шақырса ағаң не қыласың? Енді ағам врач қой. Қимылдамаңыз. Ағам врач дей ма? Ана далбанның қарындасы болып шықпасын. Өлік уайым болды ғой, әлі оянбаған ше? Өлмейді олай. Дуран сияқты өткен айттым осыған. Примерно 5-6 жаны кетсе, енді бір 34-35 жаны қалды ғой әлі. Айттым ше оған ше, қасында болайшы брат деп ше, қызым келеді деп өзі қоймады. Жанды болған не істейсің сен бәрі? Группа болып шақталасыңдар ғой бәрі. Жота мен хабар жоқ па? Хабар оны палатаға шығыпты ғой енді. Оянбап бір, оянса шығып кетесің жара ол жерден.
Сол бүгін шықса бір мықты ойын бар еді ше. Сен малсың ба, Ойын ғылымдарының докторы. Осының бәрі сен кесірінен екен білесің ба өзі? Қойсай? Өте көп суммада да просто ше. Показ 10 миллионнан басталар. Ана бай ше, аңқау дым білмейді. Азарт жаман ше. Ну, примерно отсаң бір 80-90 миллион ұстайсың қолыңа таза ше. Ана бизнесім сатып ойнасам бекене. Не үшін? Жүрмей атыр да просто. Сен одан Нурикке берсең, онша 2 есе қайтарып аласың. Ұтылып қалса ше? Ойын ғой, көресің де бағыңа қарап. Алло. Қойш. Ол, сен сол жақта боласың ба? Давай. Кім? Кет, Нурик оянып кет. Қой? Марс, мен походу жазылып болған сияқтымын. Жүре беретін сияқтымын уже. Жатып емделсейші сен. Врач не деп отыр? Врачты көрмедім әлі. Диана ағам дейді, өткендегі әбу бандит болып шықпасын. О болса қана болайын деп тұр ғой. Терезеден осы күй секіріп кететін сияқтымын. Қой, әлі құтылмадың ба не ол кісіден? Қаяқтан құтыламын, Марс? Тарап тастадым ақшам бәрі. Брат, өмірің не болып кетті сенің? Бір жолың болмады ғой. Жоқ, не қылған тағдыр сенікі? Марс, мен өмірме, тағдырыма еш өкінбеймін. Мен өз жолымды өзім таңдадым. Басында 500 теңгемен Нагаманда ұтады-ау деп қызығып кірген нәрсе миллиондаған қарызға кеп тықты. Қарыз былай тұрсын, бұл азарт өміріме зиян тигізіп отыр. Азарт деген тура бір жын сияқты екен ғой. Таза тыныш жүрсең жоламайды да. А вот ақша көтеріп алам, ақша көтеріп бүйтіп ұстаймын десең, ішіңе кіріп ап білгенін жасайды екен ғой жын құсап. Бұл мен ағам, Ерлан. Нурик. Марс болды. Сен мен қарындасыммен қалай араласып жүргеніңді білмеймін, бірақ сен пышақтағандар айос өш алған сияқты. Самый главный, сен больницаға ерте келдің, сәл кешіккенде басқаша болар еді. Біраз жатып емделу керек па? Әрине ем қабылдау керек, бірақ үйге жатта барып ем қабылдаған дұрыс. Сен сосын почкаңды байқа, өзі бірақ почка екен ғой. Братан, өзімде бір минус бар. Почка болып тұр, бір минус почка болып тұр енді, братан. Осылай жүре берсең, сен минусқа кіріп кетесің, түсіндің бе? Сосын сен мен қарындасым қасында жүруші болма, мен сен көруші болмайын, түсіндің ғой? Мен де шығып кетейін онда, сіздерді жеке қалдырайын. Ана жерге қоя салам, кейін жетсің ғой, Нурик. Кешіріңіз. Міне, саған $1,500. Левандовский тәтеңе рахмет айт, айналайын. Сенде қанша доллар бар? Менде $2,500 бар. Сен қуасың ба, Мико? Менен көп алатсың ғой сен. $500 берсей маған теңесеміз ғой 2-2 мыңнан. Теңесеміз ғой деген несі? Сен көп қой есептесей. Есепте деген несі, Мико? Есеп білетін жарымын. $1,500-нан 2 мың көп қой деп адамды ақымақ қылып тұрсың. Ей, басыңнан экспресс музикпен салып қалайын ба? Ей, бұл саған теңге емес қой, доллар қой. Терісінен жүреді ғой. Саған жанымыз ашып беріп атсам, мен онда мынан ал 2 жан, 1 жан мен алайын. Жоқ. Ұстай берем, ұстап көрмеген ғой. Түк көрмеген бәлесің да. Акыс. Енді бар емес па? Обороттағы ақшадан бөлек ақшаларын бәрін доллармен ұстаймыз бұл. Оборотта қанша теңге бар сонда? Оборотта 1,300,000 теңгедей бар ғой, бауырым. Онда ше, жұмысқа бармай айтып бір мықты жерден тамақ ішіп алайықшы. Ішек шұрылдап кетті ғой тегі. Мықты жер дейсің бе? Так. Қонаева 34 деп жазшы. Кувшин деп шығады ше.
Нурик братан екеуміз постоянно барып тұратын жер еді. Байқұс Нурик братанды айтам да. Жақсы адам еді. Сен тентек болып қаласың ау деймін, байғұс Нурик братан деген несі? Үйт мүсіркеген несі ау? Тұрады ертең Нурик братан, тірі ғой өліп қалған жоқ қой. Аяққа тұрып әлі талай мықты жерлерге барамыз Нурик братанмен бірге. Кеп қалды такси ана жерге. Келме. Санап ал ертең бір бәле деп жүрмеші ол. Саған сенем ғой бауырым. Сенбе шешім маған ақшаны тауып алсаң санап ал. Тентексің ба? Неғып тесіліп қарап отырсың? Сен карта ойнайсың ба? Карта вообще ойнамаймын мен. Қарағатынан басқа дым білмеймін. Ал мен саған барған кезімде үстіңде 3 карта жатты. О, жолдас балдар атеге ойнап тастап кеткен шығар оны онда. Қарағатынан басқа ешқандай ойын білмеймін. Нурик, мен кішкентай қыз емеспін ғой? Я? Рахмет саған. Мойындайшы. Еркекше айта салайшы. Мен картожник. Мен азартник. Бірақ азартниктерде де жүрек бар ғой. Мен сені жақсы. Емес. Не, ашуланып отырсың, тыңдасай бірінші. Тыңдағым да келмейді. Жазылып кет. Диам! Тоқтасай! Тоқтасай, ей! Айбай. Болды жаке, иә. Иә, түсіндірдім жаке. Енді сізді маған кішкене түсініспен қараңызшы. Иә. Білемін жаке, иә, сізбен ойнауға болмайды. Иә, бәрін түсініп тұрмын. Хорошо. Аха. Жақсы. Хорошо. Иә, сен былайшы. Тез ана Гераны тап, Гераға бар. Сөйтіп ана Нурик деген бәлені тапсын. Сосын Білмеймін, енді аспанға ұшып кетсе, аспаннан самолетпен қусын ба, бір бәлесін суға батып кетсе, ана сүңгісін жерге кіріп кетсе, қазып алсын, білмеймін, тапсын әйтеуір. Сосын Өзі біледі, ары қарай не істеу керек, бас дейсіз, бар. Сосын. Біледі өзі. Гераға барды, Нұрыш табу керек деп жатыр, братан деп айтсаң, бәрі біледі. Қалай тесік? В смысле тесік жүні? Кәдімгі тесік, үш жерден тесілдің ғой. Бұл жердегі су ішсем деп атлайын деп тұрмын. Айтпақ сен тесіктің ән шығардың. Ол сені Ағатауға апарады. Қоса? Жүні десе жүнесің, хал үстінде жүрген шығармыз, басымызға сынақ түсіп. Бір кеп хал хабар алмадың ғой. Хотя Марс ұқсап, алма-палма әкемейсің ба арымын жасап? Осы алма-палма алып келдің міне. Иә. Апшықса жейікті. Жөне көтің қысшы. Ауырып жатқан адамда нең бар? Кезінде біз қиналған кезде басымызға іс түскен кезде осы көмектескен білесің ба? Көмектессе міндетсінбесін. Ол сені Ағатауға апарады. Қойса, қойш. Маған бір идея келді жігіттер. Короче, Нурик, бәрін тастайық. Үшеуміз бірігейік та бірге жұмыс жасайық. Трое болайық та үшеуміз, Жүне өздерің ұра беріңдер Марс екеуі. Мен басқа қалаға кетіп баратырмын. Бәрі басылғанша бір басқа қалаға барып, жаңа орта тауып, жаңа көзқарас, жаңа адамдар, жаңа жұмыс істеп, жаңа ортада болайшы уақытша. Ой, солсы ол жаңа ортаңды азартник кіптесің ғой сен? Қойшы, кеткісі келсе кете берсін брат. Бұл қалада бұған тыныштық жоқ. Дұрыс айтып жатыршы. Кете тұрайын бәрі басылғанша. Марс, сен врачқа жолықшы, мен шығады деп айтасашы. Бекуш келдің ба? Келді ғой. Кетпек қойшы мен шақы. Шаға кетпей, машинасында отыра тұрайық та, Марсты дырып келсейік. Мен кеттім онда. Амайлап жүрші, андай болып қалмасыншы. Қандай дейсің? Қандай? Ол сені Кегеніміз қазір ғой Мико. Тамақтар жаман тез кеп қалады екен, Ой, бұл жердің любой тамақ тез келеді. Неме, қандас, сіздер доллар қабылдайсыздар ма? Жоқ аға. Қап әттеген, мен қалай төлеймін мына жердің шотын қазір? Тек доллар ұстаймын да мен. Тәлпіш. Бар ғой менде теңге. Бар ма теңге? Бәсе, болды, рахмет қандас. Тек доллар ұстайдым, айып етпеңші. Бар екен теңге. Неме? Жесе ұрсай тамақты? Тамақтар зың шар бар. Ой, жегенде бар ма? Купшиннің тамақтары жылатады ақшан, мен саған айтайын. Жылап отырып жеп алайық та, жұмысқа барайық онда. Бүгін не ойындар бар? Ақысына бүйістің менен сұрайсыңдар. Ашсай флеш көрім, көрші. АПЛ, МПЛ, КПЛдардан шығатын жар бір бәле еңбектен сейсәл. Бір АПЛ очень опасно.
Бұл жақта 20-шы орындағы команда 1-ші орындағы командадан 30 жібере салады. Білмейсің ол жақта не болатын. Оланда Бундеслигада любой ойынға обыз ала салайық шығады ғой. Қош еу. Обыз амаш не болып отырасың же? Ор деп. Одан да палтара бөлші апсаш бәріне. Жоқ, брат, бүгін ойын жоқ екен. Екеумізге демалыс екен ғой бүгін. Қандай демалыс еу? Не үст кер тартпаланып кетесіңдер? Нурик братан құсап талпынып, кішкене еңбек қорланып жұмыс десе, табылады жұмыс. Ақс ашыны қойып қойдың, Австралия, Қытайларды көріш. Үстіп сендер күйдір жібересіңдер ғой. Тамақ жеп алайықшы бірге. Точно солар ма? Точно солар. Ана үштіз таратып кетемін ғой, білесің ба? Со бәле ғой, өзі көзіммен көрдім ғой. Не істейміз енді табамыз болады? Оларды кейінге қалдыра тұршы. Тезірек қаладан кету керек. Әйтпесе ертең анау әбу бандит брат шығады. Бүгін бір ойын бар еді, брат, показ 10 миллионнан басталады же. Байлар аналар аңқау дым білмей қалайын деп тұр. Қош, или солар тона браталай кетейін ба қаладан? Показды қаяқтан таппақшысың? Показ табылады ғой, жарас жеңіл 10 миллионнан. Просто ұту керек та оны ертең. Қанша азапталсаң да азарттан бас тарта алмайсың, я? Ой, брат, кешірші. Енді не дейсің маған, Бекош? Басқа амал жоқ болып тұр ғой. Түсінгенім әрбір істің өз спросы болады екен. Ойланбай жасалған тірлік бір күні болса бір күні өз спросын алады екен. Бүгінгі операциянтты тез әрі жылдам жасау керек қой бізге. В общем, түсіндім, брат. Былай қылайық та, мен қазір барып показдың ақшасын табам да, үйге барып киініп келейін. Сен оған дейін басқа тірліктерді тындыр. Машинаны жолатпайықшы ол жерге. Сосын түс сияқты қылайық та, азанда оянған кезде не болып жатыр десін да, нөміріңді байланысқан құрт жібер вообще. Болды, брат, болды жасаймыз ғой. Неге оны жасамасқа, бауырым? Вот соны жасау керек ертерек. Кірісек кеттік. Жаңа бір нәрсені дұрыс айттың неге жөнесен. Мен біраз нәрсені дұрыс айтамын ғой, Марш, анау қайсысын айтып жатсың? Анау ше, бірігіп тірлік жасайық, троя болайық үшеуміз деген ше. Ондай сөздер көп қой менде ол. Бірігіп троя болайық дей салам мен, Узарт болайық дей салам, сондай ғой үшін. Сол ойлаймын да, бірігіп тірлік бастасақ, может бизнесіміз алға басатын шығар. Сәл жүрмей жүрме бір нәрсе болып тұр. Оған нұрик жоқ қой қазір. Троя болмай қаламыз да, двойка болып қаламыз ғой екеуміз қазір ше. Двойка болсақ та бірге бастай берейік та. Зато бірге жетістікке жетеміз. Қадалсақ та бірге көреміз да. Сөйту керек ғой. Жүрмей кетті бүйтіп жұмыс ше. Бүйтейік, бизнесімізді сатайық та, басқа жаққа көшейік та. Көшкен несі? Көше алмаймын мен, үйдің үлкенімін, ата-анам бар, үйде бауырларым бар, оның бәрін. Көше алмаймын мен, брат, оны. Мазғасың ба сен? Көшейік деген ондай емес, брат. Просто басқа бизнеске өтейік деген сөз ғой. Мысалы, қандай бизнес? Мысалы, бір тамаққа өтсек болады негізі. Ой, сонша ақшаң бәрін тамақ ішіп салмай жерсің. Мен ағап бері тамағыңды тиіспей қойшы. Мазға десем, мазға екенсің ғой. Тамақ ішпейміз, брат, просто тамақ ішетін жер ашамыз да. Болмаса бір дайын жерді сатып аламыз да. Сатамыз ба сонда екеуміз бизнесімізді? Иә, екеуміз бизнесімізді сатсақ, примерно сондай бір жақсы тамақтанатын жер аша аламыз негізі, мен ойымша. Машинамды сатпаймын, бірақ мен. Машина әрең жеткен, ол жерден болмай қалатса таксовать етемін, бүйтем. Саған ешкім машинаңды сат деп отқан жоқ қой, сен неңді мойкыңды мен ана кальянныйым сатсам, жетіп қалады соны өзі нормально. Қалайды көрейік онда оны. Қалай болады екен ол? Ойбай, қарын тойып зор болып қалды ше. Соңғы рет бүйтіп қашан тамақ ішкенім есімде жоқ. Қарсы таусып саппын ғой. Сөйтесің. Акс бұл жердің тамағын жесең бар ма, опырат жібересің ғой. Опыратып түк қалдырмайсың ғой, ау. Кеттік ба жұмысқа? Такси шақырса кетейік. Болмаса үйге барып ұйықтаймыз ба? Что-то бүгін ұтылатын сияқты ішім сезіп бір тікпей қойықшы бүгін. Қош, сенің ішің қай бір жақсы нәрсе сезеді дейсің? Өйтіп қуып отырасың ғой, кер тартып қаламыз. Жинайын жарғы, бір 2 коэффициент жинай алатын жармыз. 1.16, 1.17 коэффициенттерден жинаймыз да азартайық. Болмаса фавориттердің забиотын ала саламыз. Жоқ, фаворит деген бәле ол, опасный ол. Біреу қадайды оның. Лучше анау сопернигін ала салу керек, әлсіз болса. Итшілеп жүріп бір гол салады олар. Жұмысқа кеттік па? Тез-тез келіп жатыр ма такси өзі? Жұмыс болып қалғаны ше өзі. Келді такси. Нурик братан қосып, шет елдермен жұмыс істеп кеттік қой. Қазір Австралиямен жұмыс істейміз. Нормальный болып жатса, кешке Еуропаға ораламыз ғой, короче. Көріп, іштей қатты қуанып тұрмын, Нурик. Алдын естіп жатқан кезде барып қайтқанмын саған больницаға. Да? Байқамаппын ше. Рахмет бауырым әйтеуір көңіліңе, ниетіңе, бәріне.
Не істеп жүрсің ше Нұрик? Не істеп жүргенімді өзім білмеймін ше. Бірақ әлі тірімін прикинь. Қанша рет өмірім көз алдымнан өтсе де, болды ау, осы жерде бәрі бітті ау деп Құдайдан үмітімді үзсем де, Құдайым әлі мүмкіндік беріп жатыр ғой. Құдай кешірімді ғой, Нұрик, Құдай кешірімді. Алдын больницаға барған кезде сезгем. Осы қарыз адамдардың біреуі пышақтады ау деп ше. Сол қарыз қайтармасақ өлтіруге дейін барып жатыр ғой. Қанша қаржысын өз Нұрик? Құтылып берсем намазға жабасың ба? Өзім де қалап жүрмін соны. Бірақ мына қарызды құтылмасам дәрет алып үлгермейтін сияқтымын. Ақыреттік бауырым, срочно 10 миллион тауып берші. 2 күнде қайтарып беремін. 10 миллион дейсің ба, я? 10 миллион жоқ емес, бар менде ше. Жақында үйді саттым. Қазір мама да жақсы, Аллаға шүкір. Оны сен Астанаға көшіп жатырмын. Астанаға кетіп баратсаң өзіңе керек шығар онда, брат. Саған керек, маған керек деген нәрсе жоқ қой, Нұрик. Алдында сен маған көмектестің. Бірақ 2 күнге бермей-ақ қойын, 2 күнде қиын болады ол саған. Бір болған кезде қайтарасың да бөліп. Рахмет бауырым. Не қылайын саған, Каспийім ба, наличка ма? Каспийден аударсаң лимит 1 миллион ғой, 10 рет бөліп аударасың ба? Одан да неге барасың? Терминалға барасың да. Қазір мен Каспий рядом деп жазайыншы. Что там, нем? Чотан болғанда Ерекең ашуланып отыр. Ана Нурик ба соны тапсын деп отыр. Не істемекші оны? Білмеймін, братан, сен білет деді ғой. Оны табу проблема емес қой. Вот ақшасын өндіру сол проблема. Артына түсейікті, братан, оның. Оқ, бля, сен басын істемей осы күнге дейін енді істеді ма басын? Таппайсыңдар ма енді? Табылмай жүріп қой, брат. Машинасының номері 558 ба, 553 ба, сондай. Сол екеуін біреуін сақ көріңдер. Табасыңдар ғой? Конечно, таба алмайсыңдар. Сибалса бар. Я, естіліп тұр. Жо, братан, оны. Оны, братан, алатын болсаңыз, екеуін бірге аласыз ғой, жаңа мойка мен кальянный барды. Кальянный барды бөлек алатын болсаңыз, ол қымбат болып кетеді, братан. Хорошо, братан, жол қайықта. Все, адрес жіберіңіз. Жақсы. Так, Джонни. Короче, сауда кеп тұр, брат. Мен жолға баратын. Примерно келісіп атса, хабарын берім ғой. Все, хабарда болса, короче, давай. Так. Қанда қалаушы, жалғыз қалғанды. Может, бармай-ақ қоясың. Бүкір сен не қылдың? Тыр жалаңа шешіндіріп алып, суға түспей-ақ қой дегендей қылдың ғой. Енді сен уайымдап тұрмын да, досым. Уайымдайтын еш нәрсесі жоқ, Бекош. Қалай рисковать ете бересе, саған риза болам ше. Риза болатын нәрсе емес қой. Рисковать еткен жақсы. Но кейде жақсы да. А вот сен рисковать етіп жақындарың зардап шеккені жаман да. Сен рисковать етесің, жақындарың зардап шегіп атады. Сен еш нәрсеге арылсамай тек сырттан темекі шегіп тұрасың да. Обидно да сол. Сен темекін қашан тастайсың айтпақшы. Жаман көп шегіп жүрсің соң кездері. Бұл сорлын тастай алмаймын ғой мен. Өйткені мен басыма іс түсіп, өмірім астан-кестен шыққан кезде бәрі тастап кетсе де, бұл тастамауын ғой айуан. Қасымда болып мұңын тыңдаған ғой даканса. Содан кейін тастай алмаймын. Хош, содан кейін ба? Жоқ, әдет болып қалған ғой әшейін, ойнап айтып жатырмын. Бір мұңын тыңдаған кезде бір пайдасын тигіз дейсің ба? Тек зиянын тигізген ғой бұл. Чотан кеттік па? Кеттік. Габала деген команда татаво малма, Атының өз ұтылып тұрған команда ғой. Сен ғой ойбай Әзірбайжанның лигасында көп гол соғады, Габалаға очко көріп қаншаш? Габалаң дәп-дәлес шығып жатыр ғой. Білмей қалдық қой енді. Алдыңғы турларда 3-4 голдан сап жүрген команда ғой болмаса. Бірақ мен саған айттым ғой, тамақ ішіп болғаннан кейін қайта салайықшы, ұтылатын сияқтымыз деп. Тыңдамайсың ғой. Ұтылдық қонсыздағы. Тікпейміз болды, счетта 300 мың теңге қалды ғой. Сен де ше, азанда НВА басылады, соған лайвер содан көтеру керек еу. НВА деген нені бөле ол? НВА деген баскетбол да кәдімгі. Азанда 5:30-дарда басылады, соған лайвер керек. Қарында ашып кеттім, бір нәрсе болды ғой.
Сен де жептектей болып, жей бересің, қыз. Жұмыс істеп жатырық қой енді Мико. Қатырып атсың жүзді жұмысты. Шақыршы кувшинға такси. Кувшин несі жабық қояқ түн болды ғой. О жер, азанғы 8:30-нан түнгі 3-ге дейін істейді ғой, қыз. Үйсік кетесіңдер. Бопты кеттік, тамақ ішіп кетекші. Қыз, есіңде болсын, ставка қой, но обед по распорядку дейді. Қарныңнан, асқазаныңнан аяма бауырым. Мен ұқсап, семірмесек, жеш, кетіп па, тұрдық па? Кеттік. Ол жүреш. Ассалаумағалейкум. Карта ішті ме? Ішті. Кіре берсе, брат, темекі шеге алайын. Базар жоқ, потолок. Бұндай жерде карта ойнап көрмеген болмын. Әлі қайтып кетейін ба, шешінген судан дайынбыз. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қош келіпсің группный ойынға. Сен қош келіпсің, братан. Мен осы жерде жүрген бабам ғой негіз. 10 миллионды ұтылып сүмірейіп қайтпайсың ба? Ой, білә. Ұтылып дейсің ба, братан? Ұтылып көрмеппін ше. Бір ұтылып көру керек еді сол. Ох, білә, атын орауыз. Ұнадың сен маған. Қой, братан, өйтіп айтпа. Мен ондай жігіт емес. Жоқ, еркекті характерін айтып отырмын. Біліп тұрмын, братан. Әзіл деп жатырмын ғой, әзіл. Чотан бастаймыз да? Не жейсің, не ішесің? Любойын заказ берсек, как казинодағыдай. Любой ма? Любой. Онда бір ыстық тандырына мен сетсе біле берекші. Десең да, ойнап айтып отырмын, братан, әзіл ғой үшін. Бастайық та онда ойынды. Кейін заказ бере береміз ғой. Өмір деген қаталақ. Өмірге адам келмейді ғой қайталап. Қиын екен сонда да. Өмірдегі ең алғашқы махаббат. Қиын екен сонда да. Өмірдегі ең алғашқы махаббат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чотан бір. Кел, қорқпа, кел. Келсей. Сука, красавчик! Братан, рисковать ете алмайсың ба? Карта ойнамау керек. Рисковать еткеніңде алатын ең. Қазір саламалейкум! Чотан мінім қатты рисковать етіп қойысың ба не? Онда 20 миллион тік, мен 20 миллион тігейін. Бір таратамыз, ашып жібереміз. 20 миллион маған ақша емес. Чотан, көтің шыдай ма? Чотан, бабанг ба? Бабанг болса, бәк. Чотан, братан, сен ұтылыққа ұнжырған түсіп отырма. Настроениеңіз болмай қалды ма, братан? Арақ істесем, братан. Қылам мас болса бүгін. Мас болатындай болды сегізші, братан. Таратса, братан, не болсын? Інім, бізге өт еткен жақсы. Өде, бір таратамыз, ашамыз деді. Міне, шеке, інім, ақшаны жинау. Жіне бер.
шабандырып жинап болдым ба? Қоя салшы. Да, братан, сен шеке дедің ба? Шекеңе шишка. Ебаламаймыз. Мен кеткеннен кейін ебалаймыз. Рахмет, брат. Жинауға ерініп тұрым. Мә, братан, бір шишаң атайын. Жігіттер, мен мына 3 тұзды үйге алып кетемін. Үйге сувенир қылып іліп қоямын. Сосын жігіттер, братан, үлкен жігітсіңдер ғой, қарғау жоқ. Мен Алматыға кетіп баратында жолда қар жауып кете, боран кету жоғынан, мақма? От души. Мә, братан, темек. Николаш! Чортам! Кім құсап билейін? Әй, Шакира құсап билейін ба? Самина мына, вака, сумканы толтырып шыққансың ғой? Чё там, ұттың ба не? Конечно, ұтасың ғой. Или Бүркіт пен Айшада Айша құсап билейін ба? Таудан өсіп өтсем, тау. Кеттік. Ойбай! Жағылды. Жақталған екен ғой, кет. Ініммен қалай ұтылып қалдың? Білмеймін ғой. Негізі сіз қолыңызда не бар еді? 2 тұзбен жалған балка бар еді, почти 3 тұз еді ғой. Оң қолында не бар? Оң қолында 3 тұз ғой. Құмашы, братан. Картада 4 тұз болмай ма негізі? Ебать, ёп твою мать!